Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бірінші сабақты көріп қалсаңыздар, екінші сабағымызды бастайық. Так, бізге сауда жасау үшін қандай платформалар керек? Міне, TradingView деген бар. Осыны скачать етіп алсаңыздар болады. TradingView ноутбук әрине керек болады. Ноутбукпен tradingview.com деген сайтқа кіреміз. Телефоныңыз болса, App Store'дан, Play Market'тен TradingView дегенді скачать етіп регистрация жасаймыз. Регистрацияны өзіңіздің Google почтаңызға ашсаңыз болады. Себебі ноутбук пен телефон екеуі бір-біріне байланып тұру керек. Будильник шырылдау үшін бізде будильниктер қойылатындар болады. Ноутбукпен анализ жасадыңыз, и телефонда тоже шығып тұру үшін. Так, енді біз жұмыс жасайтын, сауда жасайтын платформа ол Binance. Қазір жерге қойып кетемін, міне Binance. Play Market'тан немесе App Store'дан скачать етіп қойсаңыз болады. Үшінші бізге керек платформа Google аудентификатор. Мына жерге белгілеп кетемін. Осыны тоже Play Market'тан немесе App Store'дан скачать етіп қойыңыз. Бізге маңызды жұмыс жасау үшін осы үш платформа керек. Осыны жүктеп дайындап қойыңыз. Так, регистрация жасауға ол арнайы өтетін боламыз. Binance-қа қалай жасаймыз, аудентификаторды қалай қосамыз. Кейін бізге керек болады Gmail-дарыңызды тоже бір папканың ішіне салып қойыңыз. Кәдімгі Google Gmail бар ғой, соны тоже регистрацияңыз жоқ болса, Gmail ашып, дайындап қойып қойсаңыз болады. Ол бізге керек болады. TradingView'да регистрация жасауға ешқандай қиындық туындалмайды деп ойлаймын. Бұл жерде барлығы көрініп тұр. Регистрация Gmail-мен осылай кіріп қоясыз. Енді кіргеннен кейін біз осы үш кнопканы басамыз. Продукты дегенге кіреміз. Супер графики дегенді басатын боламыз. Міне кірдік. Енді біз TradingView'мен танысып өтейік. Жалпы кішігірім біз білуіміз керек та, не болып жатыр, жалпы мынау не, анау не дегендей. Қараңыз. Біз жұмыс жасайтын монета, мына жерде сіздерде басқаша болып тұрады. Соны басамыз. И мына жерден біз міне ETH USD, міне USDT обязательно. .P. Себебі мына жерде .P-ны жазбасақ, бізде спотовыйлар шығатыны, Bybit. Енді қараңыз, мен бағана айтқаным осы ғой. Әр жерде баға әртүрлі. Түсініксіз ғой да? Әр жерде баға әртүрлі. Біз бірақ мынамен жұмыс жасаймыз, міне ETH, міне контракт деп тұр, көрдіңіздер ғой. Фьючерсный контракт. Swap дегеніміз фьючерс, міне крипто. Біз Binance-та жұмыс жасағандықтан осыны таңдаймыз. Так, енді екінші сабақ біз мына жерде мысалы жаңадан келген оқушыларда болуы мүмкін. Ақ пен қараны, алфавитті білмейді дейді ғой. Мынау бізде жасыл, бұл бізде свечка жалпы. Жалпына қызылда, жасылда бізде свечка. Біз жұмыс жасайтын свечка, мына жерде мені көрсетейін. Мына жерде біз японский свечкамен жұмыс жасаймыз. Бізде бар пустой свечкалар бар, бізде бар свечный объемдар бар, бізде бар линия бар. Біз соның ішінде японский свечкамен жұмыс жасаймыз. Мына жерге мынандай басып кетсек болады. Міне, мынау бізде свечкалар. Енді мынау бізде теласы. Ортасында тұрған төрт бұрыш, міне. Ортасында тұрған төрт бұрыш бізде теласы. Жазып қойыңыз, денесі деп айтамыз, теласы. Мынау бізде фитиль. Фитиль дейміз, ликвид дейміз, тең дейміз. Бұның аты көп. Бұны да жазбаңыз. Мына асты, үсті, міне асты. Көрдіңіздер ғой? Ортасы бізде тело, үсті, тең, фитиль, ликвид. Так, енді жасыл свечка бізде long деп айтылады, немесе buy деп айтылады. Ол сатып алу, купить, баға көтеріледі деген сөз. Ал қызыл short, ол баға түседі деген сөз. Төмен қарай түседі деген сөз. Сату. Бізде long бар, short бар. Бұны обязательно білуіміз керек. Енді мына жерде бізде точка болып көріп тұрсыздар ғой. 4282 бұл болып жатқан баға. Цена маркировки. Міндетті түрде жаттап алыңыз. Так, енді қараңыз. Трейдингте, жаңа айттым ғой, свеча бұл белгілі бір уақыт аралығындағы бағаның ашылуы немесе жабылуы. Ең жоғарғы және ең төмен деңгейін көрсететін графикалық элемент. Трейдингте негізгі екі түрі бар. Бағана айтқандай long, short. Оны біз бычий дейміз, жасылды. Қызылды, аюлы, медвежий дейміз да, орысша айтқанда. Ол төмен қарай және сату. Так, бычийді біз төменнен ашылып жоғарыдан жабылады. Медвежий жоғарыдан ашылып төменнен жабылады. Мына жерден қарап өтсеңіздер болады. Максимум, закрытие, міне верхний фитиль, нижний фитиль, открытие,
минимум. Но жасылдыкі растущая свеча, падающая свеча. Верхний фитиль, максимум открытия, закрытия, минимум, нижний фитиль барлығы көрсетіліп тұр. Соны жазып алыңыздар. Енді бізде тренд деген зат бар. Тренд бағаның бағыты. Яғни восходящий тренд баға кезең сайын жоғарылап отырады. Минимумдар мен максимумдар өседі. Былай. Восходящий тренд баға кезең сайын жоғарылап отырады. Минимумдар мен максимумдар өседі. Восходящий тренд. Оны мен әжден көрсетіп кетейін. Мысалы, мынау бізде восходящий тренд. Жоғары қарай кетіп жатыр, дұрыс па? Бұл бізде восходящий тренд. Трендқа қарсы жүрмейміз. Екінші нисходящий тренд. Ол былай төмен қарай кетіп жатыр. Көрсете алдым ба? Бізде екі тренд бар. Біреуі жоғары қарай, біреуі төмен қарай. Үшіншісі бар, ол бізде боковик консолидация деп айтамыз, флет деп айтамыз, әртүрлі аты бар. Жазып қойыңыздар. Баға бір орында былай жүрген кезде үш бағыт бар. Тренд айтамыз. Восходящий, нисходящий, боковик. Жалғастырамыз. Восходящий тренд, нисходящий тренд. Бәрі көрініп тұр. Боковик, восходящий тренд, нисходящий тренд. Излом, үзіліс тренд. Бағаның алдыңғы бағыты тоқтап, кері бағытқа ауысуы. Мысалы, өсу тренді бітіп, жаңадан новый тренд ашылады. Ол баға төмендейді. Бағанағы нисходящий трендіміз. Соны излом дейміз. Излом тренді. Мына жерде фотодан қарасаңыздар, картинкеде бәрі көрініп тұр. Сызып алыңыздар. Бастаса немесе керісінше. Мына жерде көрініп тұр, барлығы көкпен белгілеп кетеміз. Көк стрелкаларға жазу керек. Үзіліс тренд, изломдар восходящий болып келе жатады да, тренд ауысады. Трендтер в основном үлкен таймфреймдермен қарауымыз керек. 4 сағаттық, день, неделя деген сияқты. Трейдинг вьюға кірейік. Түсіндіріп өттім ғой жаңа. Біз осы трейдинг вью деген платформада анализ жасаймыз. Енді анализ жұмыс жасамайды деп мүлдем казино болып кетпес үшін біз примерно бағыт-бағдарды білуіміз керек. Баға қайда бара жатыр? Примерно. Сол үшін осы графиктарды түсінуіміз керек, білуіміз керек. Енді қараңыз, трейдинг вьюда бізде таймфрейм деген зат бар. Мына жерге барлығы көрініп тұрады, қарап өтсеңіздер болады. Таймфрейм, мысалы, день деген бар. Мына жерден біз мен бәрін өлшептейін. Бір дейінға галочка қоямыз, шығарып аламыз. 4 сағат шығарып аламыз, 2 сағат, 1 сағат, 15 минут, 30 минутқа галочкаларды қойып шығарып аламыз. Қараңыз, енді таймфрейм дегеніміз не? Мынау свечка, иә, мысалы, қараңыз, қасына апарсақ, астында жазылып тұр, понедельник 11 август сағат 6-да ашылған. Бұл дейінға қояйық, дейіннен бастайық. День дегеніміз 24 сағат. Әр свечканың өмір сүру уақыты. Мысалы, день болса, мынау бір күннің свечкасы да, бір күнде, мына жерде көрсеттім ғой, точка болып тұр. 9 сағат 5 минут қапты. Мына свечка 9 сағат 5 минуттан кейін былай бітуі мүмкін. Қасында баға тұр 4500, қазір 4200. Немесе төмен қарай бітуі мүмкін. $4000, может $3800 бітеді. Факт том, что әр свечканың өмір сүру уақыты бір тәулік. Бұл дейіндікі. Сонда былай қарасақ, мына жерде үлкен таймфрейм. Мына жерге апарсақ, 11 июнь 25 жыл, каждый свечка көрдіңіздер ғой, бір күннен. Значит, мына жерде почти бір жылдың графигін көруге болады. Бір жылда баға қалай қозғалды. Біз үлкен картинка қараймыз. Үлкен таймфрейм болғандықтан. Енді 4 сағаттық таймфреймға кірсек, бұл жерде мына 01:04 деп тұр. 1 сағат қалыпты. Мына свечканың, жанып тұр, көріп тұр. Осы свечканың өмір сүру уақыты 1 сағаттан кейін бітеді. 1 сағаттан кейін ол былай бітеді, немесе былай бітеді. Каждый свечка 4 сағат сайын. Мына жерде қасына апарсақ, 10 август 9-да ашылған екен. Қасына апарамыз, 1-де ашылған. Осылайынан 4 сағаттық обзорды қараймыз. Міне 1 сағаттық таймфрейм. Біз негізі 1 сағаттық таймфрейммен жұмыс жасаймыз. Бірақ та баға қатты қозғалып жатса, бізді тыңдамайды. Онда үлкен таймфреймдерге кіруімізге тура келеді. Енді бізге керек құралдарды шығарып алайық. Бізге керек құралдар мына жерде болады. Сол жағына барсақ, бізге керек линия тренда керек, горизонтальная линия керек. Каждыйына галочка басып отырамыз. Горизонтальная луч керек. Сіздерге бұлар керек жоқ. Бізге керек стрелка керек, кисть керек, и прямоугольник керек, траектория керек. Байша болды. Так, таймфрейм дегенді түсіндір алдым ғой да, кішігірім қорытынды. Графикте нақты уақыт аралығында свечалардың бағытын, қозғалысын, ашылу және жабылуын көрсетеді. Каждый свечканың өмір сүру уақыты қарапайым тілмен айтқанда. Мысалы, 1 минуттық график, әр свеча 1 минут қозғалысын көрсетеді. 1 сағаттық ол 1 сағат қозғалыс, 1 день
бір күндік ол бір күндік қозғалысты көрсетеді. Біз жұмыс жасайтын негізгі таймфрейм ол 1 сағаттық және 4 сағаттық. Басында біз $100 сауда жасаймыз. Сол кезде $100 1 сағаттықпен жасай берсеңіздер болады. Кейін үлкен депозит салған кезде 4 сағаттықпен жасауға тура келеді. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді осыны қайталап, TradingView'ді ашып, бағанағы Binance'тарды жазып болған болсаңыздар, келесі сабақта, 3-ші сабақта мен сізді күтетін боламын.